Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ереванда ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің саммитіне қатысты. Бұл мемлекет басшысының сайлаудан кейін алғашқы жұмыс сапары. Сессияда әскери бірлестікті дамытуға қатысты тың ұсыныстар айтылып, Армения-Азербайжан арасындағы шиеленістен бастап терроризмге қарсы күреске дейін талқыланды. Биыл ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымында Армения төраға саммиттің 2000 жылдық тарихы бар ел астанасы Ереван қаласында өтуде. Содан саммитке Армения премьер-министрі Николь Пашинянның төрағалығымен өткен саммитке Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Ресей президенті Владимир Путин және Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қатысты. Қол алысып суретке түскен соң ел басшылары алдымен оңаша кездесті. Мемлекет басшысы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясындағы ынтымақтастықтың түрлі бағытына қатысты еліміздің ұстанымын жеткізді. Ұйымға мүше елдер басшыларының қорытынды кездесуі күрделі геосаяси қайшылықтар мен бұрын-соңды болмаған сын-қатерлер жағдайында өтіп жатқанын айтты. Халықаралық істерде күшейе түскен тұрақсыздық ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы кеңістігінде айналып өткен жоқ. Біздің аймақта бүкіл Еуразия кеңістігіндегі тұрақтылыққа, қауіпсіздікке нұқсан келтіретін жанжалдар әлі де жалғасып жатыр. Мұндай жағдайда ашық, шынайы, конструктивті диалогты сақтау және дамыту өте маңызды. Бұл күрделі дағдарыстар мен қайшылықтардан шығудың тиімді әрі оңтайлы жолы, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы ұйым аясындағы іс-әрекетті одан әрі дамытуға байланысты бірқатар ұсыныс айтты. Соның ішінде ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бітімгерлік әлеуетін дамыту мәселесін жуық арадағы басымдық ретінде атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін қорытындылай келе армян тарапына және Николь Пашинянға ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының төрағасы ретінде табысты жұмысы үшін алғыс айтып, Беларусь президенті Александр Лукашенконың 2023 жылы атқаратын төрағалығына сәттілік тіледі. Сессия қорытындысы бойынша бірқатар құжат қабылданды. Қазақстандық саясаткер Иманғали Тасмағамбетов ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшысы болып тағайындалды. Оның кандидатурасын ұйымның қауіпсіздік кеңесі мақұлдаған. Тасмағамбетов жоспар бойынша бұл қызметті 3 жыл атқарады. Бұған дейін бұл қызметті Беларусь Станислав Зась атқарған еді. Иманғали Тасмағамбетов бұған дейін Қазақстан премьер-министрі, қорғаныс министрі, Алматы мен Астана қаласының әкімі қызметтерін атқарған. 2017 жылдың ақпанынан 2019 жылдың желтоқсанына дейін Қазақстанның Ресейдегі елшісі болған. Кейін оның зейнетке шыққаны хабарланған еді. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына Ресей, Қазақстан, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь мүше. Ұйым келісіміне сай 5 елдің бірінің тәуелсіздігіне, аумақтық тұтастығына қауіп төнгенде басқасы әскери көмек көрсетуі тиіс. Сарапшылар бұл ұйымда Ресейдің ықпалы зор екенін айтады. Қаңтар оқиғасы кезінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының әскерін елге шақырған еді. Тоқаевтың бұл шешімі Қазақстан ішінде қарсылыққа ұшыраған. Қоғамда Ресейдің ықпалы көп, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы әскері Қазақстаннан шықпай қояды, тәуелсіздігіне қауіп төндіреді деген пікір айтылған. Ал сарапшылар Тоқаев ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы әскерін елге кіргізу арқылы кланарлы қақтығысқа билігін сақтап қалды деген. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ереванда өткен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше елдерінің жиынында Украина мен Ресейді бейбіт бітімге шақырды. Бұл туралы Ақорда баспасөз қызметі хабарлады. Украина мәселесіне келер болсақ, бейбітшілік формуласын бірлесе қарастыратын уақыт келді деп ойлаймын. Кез келген соғыс бейбіт келіссөзбен аяқталады. Бітімге келудің кез келген мүмкіндігін пайдалану керек. Стамбулдағы келіссөз үміт сыйлаған еді, бірақ түрлі себептермен келісім іске аспады. Ондаған жүздеген жылдарға созылатын өкпеленіштен бауырлас орыс және украин халықтары арасынан алшақтауына жол бермеу керек, деді Тоқаев. Стамбулдағы келіссөз Ресей Украинаға соғыс ашқан соң көп өтпей басталған. Екі тараптың өкілдері наурыз айында Түркияда кездесіп, бейбітшілік туралы ұсыныстарын талқылаған. Бірақ мамырда келіссөз тоқтап қалды. Украинада Ресейде келісімдерді орындамай отыр деп бір-бірін айыптаған. Қазан айының басында Зеленский Ресейді Владимир Путин басқарып тұрған тұста онымен келіссөз жүргізуді мүмкін санамайтын жарлыққа қол қойған. Оның алдында Мәскеу Украинаның бірнеше аймағын аннексиялағанын хабарлаған. Путин бұған дейін Ресей келіссөзге дайын екенін, бірақ аннексияланған аймақтардың тағдырын талқылауға дайын емес екенін мәлімдеген. Қасым-Жомарт Тоқаев маусым айында Санкт-Петербург қаласында өткен экономикалық форумда Қазақстан Украина шығысындағы сепаратистердің Донецк халық республикасы мен Луганск халық республикасын тәуелсіз ел ретінде мойындамайтынын айтқан. Бірақ Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымындағы Ресейдің Украинаға қарсы басқыншылығына қатысты дауысқа салынған қарарларында үнемі қалыс қалып келеді. Армения премьер-министрі Николь Пашинян ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының отырысында ұйымның жұмысын сынға алды. Николь Пашинян ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Армения мен Әзербайжан арасында қақтығыста Ереванды қолдамағанын сынап, Армения Қазақстанда қаңтар оқиғасы болған кезде біртінде Алматыға әскер жібергенін баса айтты. Пашинян Армения Қазақстанға әскер жіберу арқылы Астананы хаостан құтқаруға көмектескенін де жеткізді. Кейінгі 2 жылда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мүше ел кемі 3 рет Әзербайжан тарапынан шабуылға ұшырады. Бірақ ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының тарапынан Әзербайжан агрессиясына қарсы бірде-бір реакция болған жоқ. Бұл ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының имиджіне үлкен соққы, деді Пашинян.
Биыл 13 мен 14 қыркүйекте Армения мен Әзербайжан арасындағы әскери қақтығыс кезінде Ереван Ресейден ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан және Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінен көмек сұраған. Бірақ ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы жағдайды бағамдау үшін арнайы миссия жіберген. Ереванда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жиыны өтіп жатқанда халық наразылық білдіріп, Арменияны бұл ұйымнан шығаруды талап етті. Совет одағы ыдыраған соң бірнеше жылдан кейін құрылған ұйым биыл қаңтарда Қазақстандағы жаппай тәртіпсіздік кезінде алғаш рет әскерін басқа елдің шекарасына кіргізді. Ақпараттар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.